Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай қасықпен желінетін өте дәмді кофе және кофе пішініндегі печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге кофе қажет болады және оның үстіне су құямыз да жақсылап араластырамыз. Кофені ерітіп аламыз осылайша. Бөлек ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жылы сары майымызды осылай күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, езіп, оның үстінен қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Біркелкі масса болғанша жақсылап қозғаймыз. Мінекей осылай араластырып алдық. Осындай жұмсақ болу қажет. Оның үстінен бір жұмыртқаның сары уызын қосамыз, желток. Оның үстінен жаңағы ерітілген кофемізді құямыз. Тағы да жақсылап біркелкі масса болғанша лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін ұн мен какаомызды аламыз. Міндетті түрде еліктің көмегімен електен өткізіп қосатын боламыз. Жақсылап елеп алдық. Түбінде осындай какаоның түйіршіктері қалады. Қолдың көмегімен електен өткізіп жібереміз де жақсылап араластырып аламыз да қамыр илейтін боламыз. Алдымен күрекшенің көмегімен осылай жақсылап біркелкі араласқанша араластырып алыңыздар. Одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аласыздар. Мінекей бізде шоколадты осында қамыр дайын болды. Енді осы қамырдан кішкенеден алып 2-3 граммнан қамырымызды алып осылай домалақтап шығамыз. Кофе пішініне келтіреміз. Алдымен домалақтап аламыз, одан соң осылай сопақша етіп форма жасаймыз. Формамыздың астына пергамент қағаз төсейміз. Барлық печеньелерімізді осылай домалақтап, одан кейін сопақша пішінге келтіріп, бір-біріне жақындатпай орналастырып шығатын боламыз. Менің бұл печеньелерімнің әрқайсысы 2-3 граммнан шығады. Егер барлығы бірдей болғанын қаласаңыздар, таразының көмегімен жүгініп, таразымен жазсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен өлшедім, әрқайсысы 3-4 граммнан шықты. Одан да кішкене алып жасасаңыздар болады, не болмаса одан үлкенірек қылып жасасаңыздар да болады. Ол сіздердің өз қалауларыңыз бойынша. Барлық печеньелерімізді осылай формаға келтіріп, пергамент қағазының үстіне орналастырып шығатын боламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көре аласыздар. Мінекей барлық печеньемізді формаға келтіріп орналастырып шықтық. Енді пышақтың келесі артқы бөлігімен осылай ортасына кофенің пішінін келтіріп шығатын боламыз. Қатты баспаймыз, жартылай басып шығыңыздар. Сол кезде кофе тәрізді болып шығатын болады. Достар, менің арнамда неше түрлі керемет оңай шығатын сәтті рецепттер, тегін мастер-класстар бар. Сол үшін менің арнамды таппай қалмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, қасындағы колокольчикті басып, все деген таңдап қойыңыздар. Сол кезде жаңадан видео шыққанда сізге хабарлама барып тұратын болады. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп қойыңыздар. Енді барлығын осылай дайындап алғаннан соң бетін пищевой пакетпен жабамыз да тоңазытқышқа 40 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің кофе тәрізді печеньелеріміз өз формасын ұстап, жайылмай әдемі болып пісетін болады. Мінекей 40 минут өтті, көріп тұрғандарыңыздай печеньелеріміз қап-қатты болып шыққан. Енді пешке пісіріп аламыз. Ал енді кофемізді дайындаймыз. Ол үшін бізге кофе, қант ұнтағы және салқын су қажет болады. Миксердің қатты скоростында жақсылап 5-6 минут аралығында осылай миксерлеп аламыз. Сонымен біздің кофеміз дайын. Әдемі бокал чашкаларыңызға салып алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай қою болып шықты. Әдемі, дәмі де керемет. Енді печеньелеріміз де дайын болды. Алып, мінекей осындай кофе тәрізді болып шыққан, формасы жайылмай әдемі болып піскен, жұмсақ. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, балдарыңыз қуана жеп қояры сөзсіз. Өте дәмді болып шыққан, кофе ұнататындарға арналған рецепт десем де болады.
осылай кофені алып қасықпен печеньені қосып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Немесе ыстық сүттің үстінен осы кофемізді салып жақсылап араластырып тұрып ішсеңіз кәдімгі латте кофесінен артық болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Осы рецептпен жасасаңыз менімен бөлісуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.